Қайсарды Шымкентте танымайтын адам кемде-кем еді. Бойы ұзын, иығы кең, қасы қалың, көзі күлімдеп тұратын. Бірақ оның аты шыққаны келбетімен емес, мінезімен болатын. Ел оны әйел көрсе көзі жайнап кетеді дейтін. Қайсар махаббатқа сенбейтін. Ол үшін өмір қызық, ал әйел сол қызықтың ең тәтті бөлігі еді. Біреуді сүйіп жүріп, екіншісімен шай ішіп, үшіншісіне түнде хабарласып жүретін. Ол кафеге кірсе, қыздар бірден байқап қалатын. Қайсардың сөйлегені жұмсақ, әзілдері орынды, көзбен сөйлегені тіпті бөлек еді. Әр қыз өзін ерекше сезінетін. Бірақ Қайсардың ішінде бір бос кеңістік барын ешкім білмейтін. Бір күні ол кітап дүкенінде Айдананы кездестіреді. Айдана өзгеше еді, басқалардай жылтыраған макияж емес, қарапайым көйлек, жинақы шаш, бірақ көзінде тереңдік бар. Қайсар әдеттегідей сөз бастады. Әдемі қыз, кітапта адам сияқты, дұрыс таңдасаң ғана ашылады ғой, дейді Қайсар. Айдана күліп қарады да, кейбір адамдар кітапты оқымай-ақ мұқабасына қарап бағалайды. Бұл жауап Қайсарға ұнады. Ол бірінші рет қызды бірден иліктіре алмағанын сезді. Олар сөйлесті, ұзақ. Қайсар өз өмірін жеңіл әзілмен айтса да, Айдана тыңдап отырды да кейде үнсіз қалды. Сен басқа қыздарға ұқсамайсың, дейді Қайсар. Ал сен сол баяғы қатын құмарсың, деп жымиып қойды Айдана. Бұл сөз Қайсардың жүрегіне тиіп кетті. Қайсар бұрын да ғашық болған, бірақ бір кезде сүйгені оны тастап кеткен. Сол күннен бастап оның жүрегі қатайып, көңіл көтеруге көшкен еді. Айданамен бірге жүрген сайын сол қабырға сөгіле бастады. Бір кеште олар ескі қалада серуендеп, шамдары жанып тұр. Жел баяу өседі. Айдана сұрады: "Сен неге біреуге байланасың?" деді. Қайсар біраз үнсіз. "Байлансам тағы да жоғалтамын деп қорқамын", дейді ол. Айдана оның қолына жай ғана алақанын қойды да: "Қорыққан адам ғана қашады. Батыл адам сезіммен өмір сүреді", дейді. Сол сәт Қайсар өзін бұрынғыдай еркін емес, бір түрлі байланғандай сезінді. Бірақ мінез бір күнде өзгермейді. Бір күні Айдана Қайсарды басқа қызбен көріп қалады. Олар жай ғана сөйлесіп тұрған, бірақ Айдананың жүрегі ауырды. "Сен өзгермейді екенсің", деді ол. "Ол жай таныс қыз", деді Қайсар. "Қайсар, сен бәріне бірдей үміт сыйлайсың, ал ол үміт бір күні адамды сындырады", деп Айдана кетіп қалды. Сол күні Қайсар алғаш рет өзін жалғыз сезінді. Бұрын 10 шақты нөмір болса да, еш қайсысына жазғысы келмейді. Телефонды қолына алып қайта қойды. Ішінде бір ауыр тыныштық болды. Бір апта өтті. Қайсар кафеге бармады, қыдырмады. Өз-өзімен қалды. Сол кезде ол түсінді. Әйел көп болғанымен жүрек тыныш болмайды. Ол Айдананы тауып алды. "Мен қатын құмар болдым, иә, бірақ сені жоғалтқым келмейді", деді ол. Айдана ұзақ қарады да: "Өзгеру үшін сөз емес, әрекет керек, Қайсар". Қайсар басын изеді. Уақыт өте келе Қайсар шынымен өзгерді. Бұрынғыдай әр қызға көз салмайтын болды. Айданамен бірге жүргенде ғана өзін толық сезінді. Бір күні ол: "Бұрын мен әйелді қызық үшін іздейтінмін, қазір бір адаммен тыныштық табамын", деді. Айдана күлімдеді де: "Қатын құмар еркек те дұрыс адамды жолықтырса өзгереді екен ғой", деді. Қайсар оның қолынан қысты.